Четвертого спикера я хочу позвать словами Владимира Познера. Журналист – это прежде всего некоторое состояние, образ жизни, когда человек настроен определенным образом. Он хочет и считает важным доносить информацию, которой он обладает, до окружающих. Это определенная заостренность на эту тему. Это человек, который видит и воспринимает вещи по-другому. У него нет другого занятия, кроме того, чтобы информировать, даже когда это не популярно. С этими словами я очень согласен, потому что мой друг, журналист во втором поколении, Нурберген Махом такой. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. Әріптестер деген сөзді бекер қолданып тұрған жоқпын. Өйткені өздеріңіз білесіздер, барлықтарыңыз Қазақстан Республикасының кейбір заңнамаларына сәйкес кез келген әлеуметтік желіде аккаунты бар адам, ол бұқаралық ақпарат құралмен шендестірілген. Ендеше барлық мүмкін әлеуметтік желілерде аккаунттары бар адамдарды қазір осында отырған медиа магнат деп те атауға болатын бар. Сонымен құрметті әріптестер, менің сіздердің алдарыңызда қазір айтқалы тұрған сөзім, спичім, әңгімем бұл менің жеке ғана байқаулар мен байламдарымға негізделген эклектикалық мәтін болады. Сол себепті де ағылшындар айтпақшы quite disputable. Сол себепті де сіздер маған қарай жөнелтетін помидорларды қабыл алуға әзірмін. Сонымен әлеуметтік желіде не байқадым, не байқап жүрмін. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде жауапкершілік артып келеді. Мұны тек қана мен емес, бұны әлеуметтік желі қолданушылары, әлеуетті әлеуметтік желі қолданушылар өздеріңіздерде байқап жүрсіз деп ойлаймын. Я, бұрын әлеуметтік желі деген біз үшін не еді? Әлеуметтік желі бұл альтер эгомызды қандыратын бір айлақ еді, бұрын кез келген әлеуметтік желіде кез келген аккаунтпен тіркеле салып, белгілі бір дәрежеде кез келген тақырыптың астында пікір білдіріп, пікірталасқа қатысып, пікірталас болмай жатса, оны дау-дамайға ұластырып, ол болмай бара жатса тролл деп, ол болмай жатса флуттап, келесі бір тақырыпқа ауысып кете беретін едік. Өзімізге ұнамайтын кез келген юзерді жеті атасынан боқтап, ар-намысын таптап, келесі бір юзермен дос бола салатын едік. Және әлеуметтік желіде кез келген юзерді біз бұрын жаяу эротикалық саяхатқа жібере салатын едік, өздеріңіз түсініп отырсыздар. Және ол үшін бұрын көп болса сіздің алатын жазаңыз бан еді, банға тығатын еді сізді әрі кетсе. Қазір олай емес. Қазір Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексіне сай сізге 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеткізу мүмкін. Бұл 400 мың теңге. Бұл $1,500 шамамен. Өте қиын, Ал реал өмірде олай болатын болса, сіз әрі кетсе тұмсығыңыз бар еді. Тіпті реал өмірде сіз ондай әрекетке барасыздар деп ойламаймын. Біреуді жаяу эротикалық саяхатқа жіберді айтам. Енді елестетіңіздер, міне осындай жауапкершілік артқан жерде әлеуметтік желіде тіпті қазір біз рулық, тайпалық, нәсілдік, діни, басқа да бөліністерге жол бере алмайды екенбіз. Өйткені біз тап осындай бұқаралық ақпарат құралы ретінде елестейміз. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бізге алдымен 40 мың теңге айыппұл салу мүмкін, одан соң 200 мың теңге айыппұл салу мүмкін. Бұл мен айтып отырғаным Қазақстан Республикасының әкімшілік қылмыстық кодексіне сай. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сай болатын болса, сізге кейбір жағдайларда 20 жылға шейін бас бостандығыңыздан айыру жазасын қолдану мүмкін. Мен ойлаймын, ендігі жерде біздің аккаунттарымыздың жеке каприздерін сәл-пәл тежеу керек болатын болар. Өйткені темір тордың ар жағында отырып, альтер эгоңыздың қышуын қандыру оншалықты оңай болмайтын сияқты. Сонымен, ең алдымен біздің түсінетініміз не? Бұл қазіргі таңда әлеуметтік желіде
біздің міндетіміз, ең алғашқы пункт, біздің міндетіміз бұл заңды бұзбау және заңды бұзуға жол бермеу, мүмкіндігінше әрине. Ал енді құқық мәселесіне келетін болсақ, әлеуметтік желіде, жалпы құқық мәселесіне келгенде алдағы тұрған пақырларыңызда кішкене шабан шалыстау. Дей тұрғанмен, мен әлеуметтік желіде менің рұқсатымсыз өзімнің фотомды жариялауға рұқсат етпес едім. Және оған толықтай құқығым бар. Бірақ кейде бір ағалармен арқа-жарқа отырыстарда бір белсенді шығатта біздің мәлике жүзімізді, осы бір отырған мәлике жүзімізді хаттап қояйықшы дейтін. Ол хаттайды бір минутқа жетер-жетпес уақытта дамбалшаң отырған кейпіңіз жарты әлемге жарқ ете қалады. Әрине ыңғайсыз, сіз сотқа беруі мүмкін аталған адамды. Өйткені ол да бақтың иесі ретінде. Жалпы бұл туралы әлеуметтік желінің сізбен қолданушымен екі ортада болатын келісімінде көрсетілген болатын. Кәне кім оқыды аяғына шейін сол келісімді? Қол көтерейікші. Кім әлеуметтік желіге тіркелген кезде жасалатын келісім шартты қолданушымен аяғына шейін оқыды? Ешкім оқыған жоқ, Біз енді өзіміздің құқығымызды талап ететін жерде, бізге ұзын сонар әлеуметтік желідегі келісімді оқу қиын болды да, бізге профилімізде қай фотомызды қоятынымыз маңыздырақ болды сол жерде. Ал шындығында ол мәтінде көп нәрсе көрсетілген. Егер сіздің балаңыздың мұрнынан ләмпішкі шығып отқан фотосы мимимишный көрініп Фейсбукке салып жіберетін болсаңыз, ол ертең бүкіл әлемдік халықаралық деңгейдегі мемге айналуы мүмкін. Және сіз ешкімді ешқалай кінәлай алмайсыз. Өткенде Фейсбукпен келісілген әлеуметтік желі мен қолданушының ортасында болған келісімде сіздің жариялаған кез келген контентіңіз әлеуметтік желіде бұл бүкіл адамзаттық құндылық деп көрсетілген. Сіз және соған келісім бересіз тіркелу арқылы. Ал егер бүкіл адамзат сіздің жаңағы мимимишный фотоңызды құнды деп табатын болса, оның сіз құнын бұлдай алмайсыз ешқай жерде. Осы жерден келіп жауапкершілік деген мәселе туады. Мен қаламас едім кез келген менің патидегі онша сау емес күйімді біреу әлеуметтік желіге жариялаған. Жауапкершілік деген мәселе туады. Қарап отырсақ, қазір әлеуметтік желідегі қолданушылардың, юзерлерінің басым бөлігінің контенті өз бетшесін толтыратын тек қана бөлісулерден тұрады екен. 50%, яғни шеерлеу дейміз ғой. Шеерлеуден ғана тұрады екен. Ал шеерлегенде не шеерлейді деп қарайсыздар ғой? Не бар соның бәрін шеерлейді. Оның ішінде балдың 10 ғажайып қасиеті де кіреді. Оның ішінде көтеннің бұлшық еттерін мығымдайтын 15 әдісі кіреді. Мен сіздерден мынаны нәрсені сұрар едім. Кез келген нәрсені шеерлегенде, оны әлгі Сократ айтты делінетін 3 електен, 3 сүзгіден өткізсеңіздер екен. Біріншісі шындық сүзгісі. Сіздердің жариялағалы отырған ақпараттарыңыз, мәліметтеріңіз шындық па? Шындық екеніне, болмаса өтірік екеніне көз жеткізе аласыздар ма? Біреуді анаконда жұтып қойыпты, жаңағы болмаса бір пингвин өзінің иесін зорлап қойыпты деген секілді мәліметтерді бөліскен кезде, оның шын екеніне факт-чекинг әдісімен көз жеткізуге сіздің құлқыңыз бола ма? Егер құлқыңыз болмаса, егер оның шын екенін білмейтін болсаңыздар, өтінем. Бұл мәліметпен бөліспей қойыңыздар. Өйткені өтірік онсыз да жетеді, сіз өтірікті көбейтпей қойсаңыз екен. Екінші сүзгі бұл ізгілік сүзгісі. Яғни сіз бөлісіп отырған мәліметтің қандай да бір пайдасы бар ма? Әлгі остеохондрозға қарсы 10 жаттығу деген секілді болады ғой, адамдар бөлісіп отырады. Соның пайдасы бар ма, Әрине, ізгілік деген ол сіз бөліскен кезде, мысалы, жаңағы жақсы оймен, әдемі ниетпен бөлісеміз ғой. Бірақ кейін қарап отырсаңыз, бір адамдар бір нәрсені 5-6 рет бөліскен болып шығады, бір нәрсені қайталап бөлісе береді. Кейбір адамдардың ойлайсың, осы өзінің бөлісіп жүрген рецепттерін қолданатын болса, баяғыда олимпиада чемпионы болар еді деп. Бірақ олай болмай шығады, көп жағдайда ол адамның өзі ұмытып кете береді ол рецепттерін. Енді келіп, осыдан келіп, мынандай мәселе туындайды, бұл үшінші сүзгі. Үшінші сүзгі дегеніміз бұл қажеттілік сүзгісі. Қажеттілік сүзгісі. Сіз бөлісіп отырған мәлімет шынымен қажет па?
Бұл орайда мен бір нәрсені айтар едім барлықтарыңызда әлеуметтік елімізде орын алып жатқан жаманат хабарлармен бөліспеңіздерші. Біреуді біреу зорлап кетті, біреуді біреу өлтіріп кетті, біреуді бөліспеңіздерші. Иә, түсінемін. Сіздер бірінші електен өткізіңіздер, ол шындық. Екінші електен өткізіп өтсіздер, ол ізгілік. Сіз мынандай жамандықты жасамаңыздар деп бөлісіп өтсіз. Бірақ ол сіздің қажеттілік деп отырған ізгілігіңізде мынаған назар аударайық. Уа, қоғам, уа, жамағат, мынандай мәселе болып жатыр деп. Бірақ кешіріңіз, сіздің лентаңызды қарап шыққан адам да 5 минуттан кейін ұмытып кетеді. Бөліскен сіз де ол туралы 5 минуттан кейін ұмытып кетесіз. Осыдан бір апта бұрын бөліскен лимонның 10 ғажайып қасиеті секілді сілтемеңіз туралы. Не айта аламын? Біз қандай болсақ, интернетіміз сондай. Егер әлеуметтік желіде бір нәрсе өзгерткіміз келсе, біз нәрсе дамытқымыз келсе, жалпы әлеуметтік желімізді реттегіміз келсе, алдымен өзімізден бастайық та, виртуал өмірден емес, реал өмірден. Өйткені виртуал өмір қашанда біздің қоғамымыздың, реал өміріміздің айнасы болып қана қала бермек. Менің айтқанымды тыңдамауға толықтай құқылысыздар. Міндетті де емессіздер. Өйткені әркім өзі үшін ғана жауапты. Рахмет көп тыңдағандарыңызға. Рахмет. Біріншіден, Нұрберген мырза, сізден сұрайын деймін, қазір 40 адам сізді фотоға түсірді, біздер түсіріп жатырық. Рұқсат па? Иә, былай ғой, анау әлеуметтік желі дегенді өзі осындай сахна деп қарауға болады. Сіздер келіп отырасыздар ғой. Кейде халатпен отыра саласыздар, кейде былай майкаппен отырасыздар, майкаппен, бірақ бәрібір қалай еткенде де ол осындай сахна әлеуметтік желі деген. Сол себептен мен сахнаға шыққаннан кейін қаласам да, қаламасам да амалсыз сіздің мәжбүрлеуіңізбен мен публичный адам болды бүгіннен бастап. Рахмет. Сұрақтар? Мында сұрақ бар артыңызда. Менің есімім Гүлдана. Қазіргі мысалы Нұр-Кз синдромы пайда болды ғой, жағастау. Иә. Сонымен шеерлемеуден басқа қандай күресу жолдары бар әлеуметтік желіде? Мысалы мен шаршадым. Кіммен күресу? Фейсбуктан, Нұр-Кз-тің күнделікті жаманат негатив ақпараттарды. Нұр-Кз-пен күрескіңіз келе ме? Жоқ, күресу емес. Сонымен шеерлемеу жолы бар, сосын басқа қандай жолы бар? Мәселе былай ғой, жалпы мына Фейсбукта, жалпы көп әлеуметтік желіде белгілі дәрежеде өздерінің мынау интерфейстерінде функционалдары бар, иә. Яғни сіз бұл кісінің бөліскен мәліметін көрмеуіңізге болады, бұл кісіні түгелдей көрмеуіңізге болады, бұл кісінің әулетімен бірге көрмеуіңізге болады, иә. Тойға шақырмауыңызға болады. Бірақ мынандай нәрсе де бар функционалдарда. Егер сіз ол кісінің ешқандай назар аудармасаңыз, аталған кісінің кез келген юзердің бөліскен мәліметтеріне, жазған контентіне лайк та баспайсыз, коммент те қалдырмайсыз, бөліспейсіз де сәйкесінше, онда Facebook автоматты түрде ол кісіні сіздің лентаңыздан алып тастай береді. Яғни ол кісінің жариялағаны көрінбейді. Сол себептен негативпен бөлісетін кісілермен мүлдем байланыс үзген жөн. Тағы сұрақтар болса? Кімде сұрақ? Екі микрофон кетті. Кеш жарық Нұрберген мырза. Менің сұрағым жалпы әлеуметтік желінің қолданысы туралы болмақ. Бүгінгі таңда әр адам жоқ дегенде бір әлеуметтік желінің аккаунты егері болу заман талабы болып санала ма? Сіздің ойыңыз. Рахмет. Сұрақты түсінбедім мен. Жоқ, ешқандай заман талабы емес деп ойлаймын. Бұл енді анау не ғой? Қалай айтатын еді әлгі? Әншейінде ауыз аппас, осындайда сөз таппас. Не ғой? Мәселе мынада да заман талабы дегеннен көрі бұны біз сноптық деп бағаласақ болатын болар, иә? Қарапайым ғана снобизм деп, иә? Біздің жағдайымызда провинциалдық снобизм дейікші. Иә, біз бүкіл әлемді қауымдастықпен байланыс орнатқымыз келеді. Әйтпесе ВКонтакте мен Фейсбукты қатар алып жүрудің, болмаса Google Плюске тіркеле салудың, иә? Мен мәжбүрлігін түсінбеймін. Мен өзім тек қана Фейсбуктамын. Өйткені ВКонтактеден жасым өтіп кетті деп есептеймін. Инстаграмға тым ұсқынсызбын деп есептеймін. Фейсбук менің ортам. Google Плюсте адам аз, иә. Рахмет. Соңғы сұрақ. Қайырлы кеш. Менде бір емес екі сұрақ мындамын. Екі сұрақ болмайды, бір сұрақ. Екі сұрақ. Қоғамда белең алып жатырған көптеген мәселелер бар, көптеген проблемалар бар да.
Сіз неге бүгінгі спикерге дәл осы тақырыпты, яғни әлеуметтік желіні таңдадыңыз? Бір сұрақ, екінші сұрақ, бүгінгі көтерген тақырыбыңызбен сіз осы отырған тыңдармандарыңызды қызықтыра алдыңыз ба? Екінші сұрақ. Рахмет. Бірден екінші сұрақтан бастайық, қызықтыра алдың ба? Ал екінші сұраққа келетін болсақ, мен бұл жерде әлгі интернетте отырып мәселені шешеу болмаса, мына айлаққа келіп белгілі бір мәселені шешуді таңдамаған себебім, әйтпесе айтуға болатын еді. Әлгі үш күнде кино түсіру, қазақ тілінің білудің 10 ерекшелігі деген секілді. Мен біріншіден мына жерге мәжбүрлеп шығарды мені, шын айтайын. Осы мен екінші рет спикер нөмір 7 іс-шарасы бірде бір қазақ спикерін сөз еткелі жатыр деді. Амал жоқтан келдім, әйтпесе менің шығу ниетімде болған жоқ. Екінші мәселе менің маңызды тақырып көтермегенім, өйткені маңызды тақырыптарды көтермеген жақсы. Әуелі қазақта айтады ғой, ауруын жасырған өледі деп, жалпы қазақ көп айта береді негізі. Сол айтуы да бізді құрта беретін. Айта береміз да, тек қана мәселелерді шешу керек, іспен шешу керек, сөзбен емес. Біз біраз мәселені сөзбен шешіп болған сияқтымыз. Енді іс қана қалған сияқты. Бүгінгі мәселеңізді де сөзбен шештіңіз ба? Рахмет, Нұрберген. Бүгінгі көтерген мәселеңіз сонда сөзбен ғана шешіп қойдыңыз ба? Жоқ, мен сізге айтып отырмын ғой, бүгінгі мәселе менің бүгінгі сахнаға шыққандағы мақсатым бірінші Максты өлтіру, екінші көрермендерге қазақ тілінде де тартымды спич жасауға болатын көрсету еді. Рахмет. Сұрақ бітті. Рахмет. Нұрберген Рахмет мырза. тағы да. Нұрберген В мырза. небе радуга проснется. Музыка не надо. Поделись улыбкой. Я хочу сказать, біріншіден рахмет, иә. Қазақ спикері, қазақ тілінде спикер, бірінші спикер, бірінші болып келіп отырсын. Тағы бір рет таныстырғым келеді, что, где, когда деп айтты қой бана. Сол что, где, когда 2014 жылғы ойынның магистрі Нұрберген Нақым.